2014 жыл мен үшін өте керемет жылдардың бірі болып есептеледі. Өйткені мен 2014 жылы Токио қаласында Монтессори Азия атты халықаралық конференцияға қатыстым. Бұл қоғамда баланың дамуы және тәрбиелеу жүйесі салт дәстүрге негізделген. Адамның жеке кеңістігін қадірлеу оларда қатаң сақталады. Балаларды тәрбиелеуде ипуды тәсілі пайдаланылады. Ол педагогикалық әрекеттердің жиынтығы. Бұл толығымен баланың оқытудағы тәрбиелеудегі философиялық көзқарас болып есептеледі. Жапон халқының кейбір тәрбие тұстары біздің қазақ тәрбие тұстарымен жақындас келеді. Бұларда мысалы бала мен ана бір тұтас деп алынады. Ол Жапонияда ана деген сөз қорғаушы, қолдаушы, ертелету деген мағынаны білдіреді екен. Жапон тілінде негізгі сөздердің барлығы тікелей аударуға келмейді тек қана мағыналы түрде алынады. Осы сөз арқылы Жапон отбасында бала тәрбиесімен айналысу кезінде тәрбиесімен тек қана ана айналысады. Көбінесе әкенің рөлі көрінбей қалады, бірақ та әкенің өзінің белгілі бір статусы бар. Балаларды балабақшаға алғаш қабылдаған кезде, мысалы біз бейімделу кезеңіне осы ұқыптылықты және көрегендікті, ата-аналарды түсінуді алдымызға мақсат етіп қойдық. Ең алғаш балалар балабақшаға келген кезде олар үшін жаңа балабақша стресстік жағдайды туғызады. Осы кезеңде біз ата-аналармен тығыз жұмыс жасауға тырыстық. Оларға психофизиологиялық жағдайлар туралы түсіндіруге тырыстық. Ата-аналар көбінесе баланың бейімделуіне өзінің кедергі жасайтынын байқамай қалады. Сондықтан біз ата-аналармен жұмыс кезінде оларға балаларға сенуге және біз мұндағы балабақшадағы мамандарға сенуге кеңестер береміз. Оларды әртүрлі шараларда ақпараттық мәліметтер бере отырып үйретуге, бізге көмектесуге ұсыныс жасаймыз. Мысалы, осы ақпараттық кеңестерден кейін, мысалы, 3 жылдық диаграммаға көңіл аударсаңыздар, біз осы ақпараттардың әсерінен балаларды бейімделу кезеңінен жеңіл қалай өткізуге болатынын түсіндік. Егер ата-ана бізге сенетін болса, баласын сенімділікпен қалдырып кететін болса, бүкіл балабақшада болатын 4 жылдың ішінде балада ешқандай проблемалар болмайды. Сондықтан бейімделу кезеңі біз үшін өте негізгі кезеңдердің бірі болып табылады. Мысалы, Японияда шешесі немесе анасы баласын қаншалықты жақсы көрсе, осы жақсы көруді біз өз тәжірибемізге пайдалануға тырыстық. Ата-аналар сенімдері ұлғайтылды. Қазіргі кезеңде 90%-ға жетіп отыр. Балалық шақ бүкіл өмірдің бастамасы. Сондықтан күнделікті өмір қажеттіліктерін үйде де, балабақшада да атқара білудің өзіндік ерекшелігі бар. Жапондықтар отбасында балаларды күнделікті өмір тіршіліктеріне үйретпейді екен. Оның барлығын анасы өзінің мойнына алады. Бірақ сонымен қатар анасы баласына маған көмектес деген сөздерді, сен маған істеуің керек деген сөздерді айта қоймайды. Өйткені егер де осындай әрекеттермен анасы өзі жасай алмаса, бұл аналық парызының орындалмаған деп ойлайды. Ал бірақ та осы әрекеттерді күнделікті өмір жағдайларына қажетті. Олар балабақшаларда және мектептерде үйренеді. Мысалы, Монтессори материалдарын алып қарасаңыздар, ондарда материалдардың барлығында күнделікті өмір жаттығулары бар. Яғни сол өмір жаттығуларды игере отырып, олар күнделікті үй тіршілігіне қажетті дағдыларды игере бастайды. Сонымен қатар, осы балалармен, мамандармен және ата-аналардың арасындағы байланысты қалыптастыру үшін біз көбінесе балабақшада әртүрлі тренингтер және мейірбан ата-аналар клубтарын өткіземіз. Осы клубтарда ата-аналар бізден бірге бірлескен әрекеттер жасай отырып, бізге сенуге, өздерінің отбасында болып жатқан әртүрлі мерекелер жайлы, әртүрлі салт дәстүрлер жайлы айтады. Және осы бала тәрбиесінде әртүрлі әдіс тәсілдерді бізбен бөлісуге қуана келеді. Сонымен қатар, ерте даму тәрбиесі көбінесе айтқан Жапон елінен бізге келді. Бұл ең бірінші Масара Ибукудың «После 3 уже поздно» атты кітабына байланысты
Өйткені бұл кітапта Масару Ибука былай деп айтады, негізгі мақсаты 3-ке дейінгі жас аралығында балаға толығымен өзін қанағаттандыра алатындай жағдай жасау. Баланың жаңағы табиғи қызығушылығын қоздыру үшін танымын ынталандыру. Балада мінез бен жеке тұлғаның негізін қалыптастыру. Баланың шығармашылық күш-қуатының ашылуына әсер ету. Осы әдістерді жаңағы мақсатын пайдалана отырып, бізде Мырзайым Санжар деген бала экспо кезінде 2017 жылы экспоға қызығушылық танытып, өзі жоба жасауға өзінің ойын айтты. Сол жобаны ол тәрбиешісіне айтқаннан кейін біз мамандар келісіп, сол баламен экспоның ол кезде салынып жатқан кезі болатын, барлығымыз сол апарып экскурсия жасаттық, оны көрді, өзі үйінде алдын ала жұмыстар жасады, оны бірінші жаңағы эскиздерін салып алдық. Баланың қызығушылығының оянғаны соншалықты, ол күнде сол таңертең мен бүгін мынаны ойлап таптым, мен мынаны қалай істесем болады деген сияқты келе бастады. Ең соңында осы жоба соңында бұл гран-приді жеңіп алды. Бұл сонымен қатар тек қана өзінің ғана ынтасын оятпай, ол топтағы балалардың барлығының ынтасын оятып, жобаға деген балалардың қызығушылығын оятты. Жапон халқы өте еңбекқор халық болып есептеледі. Олар негізі құрметтейтін асы күріш, ол біздегі нан сияқты. Қай жерге барсаңыздар да, демалыс орындары болсын, балалардың ойнайтын орындары болсын, барлық жерде сол күріш өсіп тұрады. Осы балаларға көбінесе жапон халқы жаңағы мазасын алып, сен былай істеуің керек, оны жаңағы еңбекқорлыққа үйренуің керек, сен еңбекқор болуың керек деген сияқты сөздерді көп айта қоймайды. Оны өз образдары арқылы еңбек әрекеттерін көрсетеді. Біз айтамыз ғой, біздің денеміз ол есте сақтау аппараты. Ол қимыл қозғалыстарды балаларға өздері жандарында жүріп көрсеткен кезде балалар соны естеріне тезірек сақтап қалады. Сен еңбекқор бол, сен ананы былай істе, былай істе дегеннен гөрі бала өз денесі арқылы сезініп үйренсе, ол ешқандай сөзді қажет етпейді. Келесі. Осындай тәжірибені көргеннен кейін біздің балабақшада күнделікті көктем айларында балабақшаның маңында бақшалар бар. Осы бақшаларға балалар көктем кезінде көкөністерді отырғызады. Оны өздері баптап күтеді. Арам шөптерін жұлып суарады. Және күздің кезінде осының еңбек нәтижесінде өздері сол дастарханға әкеледі. Бұл өте күшті әсер береді балаларға. Еңбекқорлыққа тәрбиелеуге, әр заттың еңбекпен келетіндігіне. Дәстүрлі тәжірибе Жапонияда бала жасын 3-ке дейінге бөледі. Ол туғаннан 5 жасқа дейінгі аралығы, бұл император кезеңі деп аталады. Бұнда балаға ешқандай тыйым салынбайды. Ата-анасының тек ол кір, ол қауіпті, ол жаман деген сөздерді ғана естиді. 5 жастан 15 жасқа дейінгі аралығы кезеңі қатаң тәртіп, баланың мінез-құлқы ғана емес, киімді тәртіпке бағыну керек. Балалар өздерін сабырлықпен ұстап, мұғалімдерге құрметпен қарайды. Бұндағы қағида барлығымен бірдей бол деген мағынаны білдіреді. Ал 15 жастан кейінгі кезең, бұл теңдік кезеңі. Ересек адам ретінде қабылданады, өзіне отбасының барлық тәртіпке бағыну керек екендігін түсінеді. Оқу орындарында барлық салт-дәстүрлерді сақтау, демалыс кездерінде еркін киініп жүріп тұруына, немесе нағыз самара дәстүрлерін сақтауға рұқсат етіледі. Айта кететін жағдай, дәстүрлі әдіс неге барлық елде жұмыс жасамайды? Қалай ойлайсыздар? Бұл жерде бұлардың жаңағы басынан айтылатын ұқыптылық, тәртіп, баланың ана сүтімен бірге беріледі де, осы дәстүрлі әдіс барлық аймақта жатқан ауылдардан бастап үлкен мегаполис қалаларында сақталады. Осыны барлығы өздері ұстанады. Жапондықтар еш уақытта балаға қатты сөзбен әсер етпейді. Олардың бір ерекшелігі сезім арқылы балаларды тәрбиелеуге тырысады. Мына суретте қарап тұрсаңыздар, бір бала жаңағы оқу жұмысымен айналысып отыр.
яғни оның қоршаған ортасының барлығы оған сондай сезімді беріп отыр. Ол сол ортада отырып өзінің сезімдері арқылы қоршаған ортаны танып отыр. Келесіде жаңағы ағаш өсіп тұр, бұл ағашта балалар секіреді. Жаңағы бір ағашқа бір мезетте 40 бала отыруы мүмкін. Бұлар жаңағы тағы да секірген кезде егер бірінші тәжірибесі сәтсіз болса, екінші рет секіргенде дәл секіруге немесе басқа құрбылар сияқты секіруге тырысады. Бұл да жаңағы балаларды алдына қойған мақсатқа жетуге итермелейді. Сонымен қатар балаларға сезім арқылы әсер ету көбінесе ерекшелігі бар балаларға өте көмектеседі. Ол жаңағы зейінділігінің төмендігінен асқан белсенді балалар, психикалық дамуында тоқтауы бар балалар, аутистік спектрінің бұзылыстары бар балаларға жұмыс жасауға көмегін тигізеді. Сіздерде бұлар балабақшаға келген кезде сөйлеу тілі мүлдем болмауы мүмкін, немесе сөйлеу тілі аз болуы мүмкін. Бұлар өздерін қарым-қатынасқа түсу үшін көбінесе эмоцияны қолданады. Жанындағы құрбысын эмоционалды түрде жауап беруге тырысады. Сол сезім арқылы тәрбиелеу барысында балалардың және бұлардың ата-аналарының жаны өте әлсіз болады. Сол жұмыстардың нәтижесінде сезім арқылы жұмыс істеуде баланың жақсы жағын шығарып алғаннан кейін балаларды әлеуметтендіруге, оларды өз құрбыларына қосуға өте ыңғайлы. Сені түсінгеннен кейін бала да сені түсінуге тырысады. Жапон халқы өте ұқыпты. Қалай ойлайсыздар? Қазіргі балалар ойыншықпен қалай ойнайды? Ойыншықты шашып ойнайды ғой. Енді осы ойыншықты шашып ойнауды қалыпқа келтіру үшін жапондықтарда кайдзен әдісі қолданылады. Кайдзен әдісі бұнда негізінен 1 минут шыда деген беріледі. Бұнда 1 минут ережесі деп аталады. Ойыншықтардың тұратын сөресіне сол ойыншықтың суретін жапсыру. Көліктер тұрағына машиналардың көлемін көрсетіп белгі орналастыру. Ойынды жақсы, мысалы, осы әдістерді пайдалану кезінде, мысалы, ойыншықтар шашып тастайды да балалар. Оны жина десек, сылтау ойлап табады, кез келген сылтауларды. Ал кайдзен әдісінде сіз кез келген ойыншықтардың суретін жасап, сөрелерге қойып қоясыздар да, құмсағатты пайдаланып, 1 минутта жаңағы балалардың жинауына сигнал береміз. Сол кезде балалар түгел ойыншықтарды қалай суреттердің орнына тез қоя қояды. Кайдзен әдісі, егер отбасында барлық адамдар кіріспейтін болса, кайдзен әдісі нәтижелі болмайды. Сондықтан топта немесе отбасында кайдзен әдісінде барлығы сол ережеге бағыну керек. Кайдзен принциптері бұлар неге үйретеді? Ұқыптылыққа, жүйелілікке, стандартқа, яғни белгілі бір нормаларды, ережелерді өзінің ойлап табуына көмектеседі. Сонымен қоса тазалық пен тәртіпке балаларды үйретеді. Жапон педагогикасының негізгі мақсаты ұжымның мүшесін тәрбиелеу. Ал жаңағы жеке тұлға ретінде балаға көңіл аударуды олар 80-ші жылдардан бастап қарастыра бастаған екен. Ал 1990 жылы олардан жаңа бағдарлама пайда болады осыған байланысты. Бұл бағдарламада денсаулық, сезімді білдіру, әлеуметтік қарым-қатынас, қоршаған орта тіл бағытында олар жұмыс жасай бастайды. Енді президент өз жолдауында баланың асыл ой және шығармашылық қасиеттері, ойлауының негізі, жаңа дағдылары ерте жас кезінде қалыптасады деп анық атап көрсетті. Осыған байланысты білімдегі ықпалдар 4 А моделіне ауысып жатыр. Ол жаңағы сіздер естіп жатқан креативділік, критикалық ойлау, коммуникация және командада жұмыс жасай білу. Осы 4К аясында біздің балабақшада осы бағдарламаға сәйкес бақытты балалық шақ ұлт болашағының кепілі жобасын іске асыруда жылы шырайлы балабақша тұжырымдамасы қабылданды. Ол қабылданғаннан кейін ол біздің коллективте, әр коллективте талқыланды. Сол талқыланған жоспарға сәйкес іс-шаралар ұйымдастырылды. Сол іс-шараларды сіздерге көріңіз. Бұл жерде жаңағы айтылған бағдарламада тек қана балалар емес, кәсіпорында жасайтын тәрбиешілер, мамандардың да дендері сау болу керек деп анық көрсетеді. Яғни осыған байланысты біз балабақшада көбінесе жаңағы әртүрлі тренингтер, денсаулық күнін өткіземіз.
қорқы деген осындай жұмыстар жүргізіп жатқаннан кейін баланың бойында оқу дағдылары мен әлеуметтік дағдылары қалыптасқаннан кейін біз ең соңында біздің шығаратын нәтижеміз табысты, сенімді, позитивті оқушы. Осыған бәріміз атсалысамыз.